Біз өткенде естеріңізде Адам алейхиссалам туралы айттық қой. Адам алейхиссаламның жәннаттағы ағаштан дәмін татып қойғандығы Хауа анамыз екеуі. Естеріңізде. Сол ағаш Адам алейхиссалам үшін қалай сынақ болса, сол ағаштың жаңағы бейнесі Алла Тағаланың харам еткен нәрселері. Жердің бетіндегі Алла Тағаланың әрбір харам еткен нәрсесі сол ағаш секілді нәрсе біз үшін. Түсіндіңіздер ғой? Міне сондай ағаштарды белгілеп қойған Алла Тағала жердің бетінде. Мынаған жақындама, мынаған жақындама, мынаған жақындама дегендей. Міне қараңыздар, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аллазина яджтанибуна кабаирал исми. Міне бұл жаңағы жәннатқа кіретіндердің сипаты, олар күнәнің үлкендерінен аулақ жүреді дейді. Қараңыздар. Күнәнің үлкендерінен аулақ жүреді. Және қандай нәрседен аулақ жүреді? Вал фавахиш. Және арсыз, ұятсыз істерден дейді. Көбінесе арсыз, ұятсыз істеген нәрсе еркек пен әйелдің арасымен байланыстыратын күнәлар. Еркек пен әйелдің арасын байланыстыратын күнәлардың барлығын арсыз істер деп атайды. Ұятсыз істер деп атайды. Құран солай танытады оларды бізге. Қараңыздар. Міне осындай күнәлардың үлкендерінен және арсыз, ұятсыз істерден аулақ жүргендер дейді ол, жәннатқа кіретіндер дейді. Яғни Алла Тағала жәннатты уәде етті. Сөйтіп Алла Тағала жаңа айтты ғой, көктер мен жер Алланікі, оның ішінде біз де бармыз, көктер мен жердің ішінде, мысалы. Бізге бұйырады Алла Тағала. Сөйтіп Адам алейхиссаламға жәннатта ағашты белгілегендей, бізге осы нәрсе үкімдерін белгілеп қойды Алла Тағала. Міне мына нәрседен аулақ болыңдар депті. Иллалламама, қараңыздар. Кішкентай күнәларды айтпағанда дейді. Кішкентай күнәларды айтпағанда, кішкене күнәларды айтпаған кезде, үлкен күнәлардың үлкендерінен және арсыз, ұятсыз істерден аулақ жүргендер, соларға жаңағы жәннатты уәде етіп жатырмыз дейді Алла Тағала. Сол жәннатпен жарылқаймыз. Енді осы күнәлармен Алла Тағала неге ескертеді бізге? Осы күнәлардан істеп қойып адам, мысалы айтайық, қателесіп қалды, бір күнәні істеп қойды. Сосын тәубә іздесе Аллаға қарай. Мысалы, Алла Тағала айтады: "Инна роббака васиғул мағфира." Сөзсіз сенің Раббың, ей пайғамбар, ол кешірімділігі өте мол дейді оның. Егер қайтып келген құл болса, Раббым қойдым деп жүрегін алып келген құл болса, Раббыңның кешірімділігі өте мол дейді. Қараңыз, кедергі мүлде жоқ дейді. Қараңыз, қандай мәселе. Осы Алла Тағаланың бізді кешіретіндігі, және біздің бойымызда күнәға деген бейімділік бар. Адам адай емес, бұл күнәға деген бейімділіктен бойында. Түсіндіңіздер ме? Бұған үлкен күрес керек. Бейімділік, бейімді жаралған соған адам. Фаалхамаха фуджураха ва тақуаха. Адамды жаратқан кезде Алла Тағала соның бойына салды дейді. Күнәға деген бейімділік бар, тақуалыққа деген бейімділік бар. Қараңыздар. Яғни қазір уағыздың кезінде, немесе өзіңіз бір Құран оқып отқан кезде, өзіңіз бір жаңағы басқа жерде бір уағызда отырған кезде, сіздің жүрегіңіз қай жаққа қарай ауады? Тақуалық жаққа қарай ауады. Сөйтіп бір салих амалдарды жоспарлап атасыз сол жерде. Нан істеймін мен, нан істеймін деп Құдай қаласа, қараңыз. Ал егерде телевизорды ашып қалып бір нәрсеге кірсеңіз, қай жаққа кетесіз? Белгілі нәрсе бәрі. Адам осындай. Сондықтан ан жаққа қарай кетіп қалмау үшін не істейді Алла Тағала? Жақындама деген бұйрықтарын түсіреді. Жаңағы ағашқа не деді Адам алейхиссаламға? Вала тақруба хазиги шажара. Қараңыздар. Мынау ағашқа жақындамаңдар, жоламаңдар, жуымаңдар. Егер жақындап қойсақ ше, қараңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның бір хадисінде келгендей, ин тафтаху талишху дейді. Қараңыздар. Шайтанның қандай да бір есігін ашып қалсаң болды, кіріп кетесің дейді. Қашан ашылмайды ол? Жақындамасаң ашылмайды ол. Түсіндіңіз ба? Міне. Сол жақын тұрып, сосын бір ойыңызға бір ойлар келіп, сосын кетіп қалсаңыз, бұларды кешіре саламыз дейді. Жаңа кішкене күнәлар дегенде сол айтылып отыр асылы. Түсіндіңіздер ме? Жаңа бейімділік, табиғатың жұмыс істеп бара жатады да, сосын Алла Тағаланы еске алып, кетіп қаласыз жуымай. Сөйтіп мына есік ашылусыз қалады. Бірақ егер ашып қойсаң, таличху дейді, кіріп кетесің дейді оған. Қараңыз қандай мәселе. Қауіпті өте. Содан Аллах Тағала баяндайды. Хуа а'ламу бикум. Қараңыздар. Аллах Тағала сендер жайында өте жақсы біледі дейді. Сендер өз жайында
олай білмейсіңдер дейді. Алла тағала сендер жайында өте жақсы біледі дейді. Сендердің не істеп жүргендеріңді білем дейді күнде. Қараңыз. Не істеп жүр күнде? Бойында қандай әлсіздіктері бар? Қараңыздар. Оның барлығын емдеу жолдарында білем дейді. Құранда түгел емдеу жолы. Қараңыздар. Қалай түзетуді білем дейді Алла тағала. Егер түзелгің келіп тұр Раббым деген адам болса, қалай жөндеуді білем дейді. Біз білмейміз. Жаңа айтып отыр ғой аятта: "Ваяхсабуна аннакум мухтадун". Олар тура жолдамыз деп есептеп жүр дейді өздерін. Тура кетіп бара жатырмыз деп. Сол Аллах тағала сендер жайында жақсырақ біледі. Себебін баяндап жатыр бізге. Біздің неден жаралғанымызды айтады қазір Алла тағала. Қараңыздар. Из аншаакум минал арди. Ол сендерді жерден жаратты ғой дейді. Ол біледі ғой дейді сендерді. Көрдіңіз ба қандай мәселе? Ол біледі. Біз үшін ненің жақсы, ненің жаман екенін. Осымен біз бірінші осы нәрсені мойындау керекпіз біз. Біз үшін ненің жақсы екенін Алла тағала жақсырақ біледі. Сосын біз естідік деп ойсындық десек, түзулік кете береді, болды. Міне осылай өзі тура жол деген мәселе. Мысалы Алла тағала адамды жаратты жерден. Он баяндайды бізге. Мысалы Адам алейхиссалам туралы Алла тағала бізге баяндаған кезде: "Валақада ахидна иля адама мин қаблу фанасия". Мысалы сөзсіз біз адамнан серт алған едік дейді бұрын. Бұл серт туралы біз өткен сабақта айттық. Ағаштың қасына жақындама деген. Түсіндіңіздер ме? Адамнан ағашқа жақындама деген сертті алған едік бұрын дейді. Фанасия. Қараңыздар. Әп-сәтте ұмытып кетті дейді. Адам алейхиссаламды айтып отыр. Біз бәріміз бір нәрседен жаралғанбыз. Түсіндіңіздер ме? Топырақтан жаралған нәрсені Алла тағала түсіндіріп отыр. Ол ұмытып кетті дейді. Фанасия. Қараңыздар. Валам наджид лаху азма. Біз адамды табанды таппадық дейді. Адам алейхиссаламды табанды таппадық дейді. Ол тұрақты емес дейді. Қараңыз қандай нәрсе беріп отыр Алла тағала. Табандылық таппадық дейді. Біз ұрпағы да сондай. Түсіндіңіз бе? Ұрпағы да сондай. Қияметке дейін. Алла тағаланың рахымымен аман қалған біреу болмаса, мысалы, ұрпағы да сондай да. Соны баяндайды Алла тағала. Жаңағы ва искулна лил малаикати исджуду ли адама фасажаду илля иблиса аба. Көз алдында түгел нәрсені көрсеттік дейді. Бүкіл періштелерге сәжде қылыңдар деп бұйырған кезімізде адам өзі көрді дейді. Бүкіл періштелердің сәжде жасап, іблістің сәжде жасамағанын көрді дейді. Ібліс бас тартты дейді бойұсынудан. Сол кезде мен ұқтырып айттым дейді. Алла тағала айтады: "Фақулна я адам". Біз бірден айттық: "Ей адам, инна хаза", сөзсіз анау, көрсетіп тұрып айттым дейді іблісті. "Хаза адуун лака", мынау сенің дұшпаның. Қараңыздар. "Вали заужика", сенің жұбайыңның да дұшпаны бұл. "Фала юхриджаннакума минал жаннати фаташқа", екеуіңді енді жәннаттан шығарып жіберіп жүрмесін. Қараңыздар. Сөйтіп бақытсыз болып қалмаңдар. Алла тағала тарапынан ешқандай әділетсіздік жасалмаған. Жаңа жәннатқа кіргізген кезде қараңыз Алла тағала қандай нәрсені айтып отыр да? "Ва иннака", қараңыздар. "Ва инналака алла тажуа фиха ва ла тағра". Егер сен сол жәннатқа кірсең, менің айтқанымдай жүре берсең дейді жәннатта, сен ешқашан аш қалмайсың дейді онда. Қараңыздар қандай мәселе. "Ва ла тағра", ешқашан жалаңаш та қалмайсың дейді сен. Қараңыздар. "Ва аннака ла тазмау", сен ешқашан шөлдемейсің де бұл жәннатта. Қараңыздар. "Ва ла татха", ешқашан ыстықтамайсың да. Қараңыздар. Яғни бүкіл жағдай саған бар дейді бұл жерде. Фавасваса илейхи шайтан. Бірден шайтан келіп те оған васвас жасады. Міне. Шайтанның келген тақырыбын Алла тағала басқа сүрелерде басқаша баяндаса, мысалы айтайық. Жаңағы жерде қалай айтады? Жаңағы шайтан екеуін азғырды дейді. Міне. Вақала я адам. Ей адам, хал адуллука ала шажаратил хулди. Мен саған мәңгілік ағашына сілтейін бе? Ертегіге кіргізіп алды. Ол бір телесериал киноға кіріп кетті адам. Мен сені бір мәңгілік ағашқа сілтейін бе? Ау мулкин ла юбла. Ешқашан таусылмайтын, сарқылмайтын бір билікке сілтейін бе сені? Же мынаны. Фа акала минха. Екеуі де жей салды одан. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сол екеуі де жей салған кезде шайтанның негізгі адам баласына, ер адам мен әйел адамға ең қатты жаңағы мына нететіні, әсіресе мұсылмандардың ішінде мысалы, таухид аман болғаннан кейін жаңағы еркек пен әйелдің арасындағы
күнәні көбейтіп жіберуді. Сондықтан Алла Тағала жерде нені айтып жатыр? Екеуі сол ағаштан жегеннен кейін фабадат лахума сауатухума. Қараңызшы, Алла Тағала бекер айтып тұрған жоқ оны. Екеуінің бүкіл ұятты жері ашылып қалды дейді. Бірден ана жаңағы жапырақтарды, жәннаттың жапырақтарын үстеріне жаба бастады деп Алла Тағала келтіріп отыр. Не оны жапқызып? Ұят. Көрдіңіз ба? Ұят деген нәрсе адам мен Хауанада бар. Түсіндіңіз ба? Көрсетіп отыр Алла Тағала. Бүлдіріп қойды екеуі, бір қателік жасап қойды. Бірақ ұят жұмыс істеп отыр. Жауып отыр да. Жәннаттың жапырақтары. Сонда мен бұл жерде бұл аяттарды оқып отқан себебім, Алла Тағала Адам алейхиссалам басында табанды таппадық деді ғой. Мына жерде айтады: "Ва аса адаму", қараңыздар, "Роббаху фағауа". Адам Раббысына асылық істеп жіберді дейді. Тілазарлық жасады. Тыңдамай қалды. Фағауа, адасып кетті. Енді сол жерде адасып кетті деген сөз оңай емес анау негізі. Түсіндіңіз бе? Қараңыздар, Алла Тағала келесі аятта не дейді? "Уачтабаху". Ол оны пайғамбарлыққа таңдады. Мен осыны таңдаймын. Осыдан не десе мен адамды шығарам деп. Түсіндіңіз ба? Содан аман қалды. Фатаба алейхи. Фатаба алейхи деген мысалы біз Алла Тағала араб тілінде өзі етістік бар. Таба илейхи десе, мысалы, таба иллалло десе, яғни адам Алла Тағалаға тәуба келтіріп жатыр деген сөз. Түсіндіңіз ба? Яғни бойұсынуға оралып жатыр деген мағына ғой. Таба Алла Тағала тарапынан құл жаңағы Алла Тағаласына тәубасына келсе, Алла Тағала тарапынан да тәуба деген ұғым жасалады. Түсіндіңіз ба? Құлға таба алейхи дейді. Бойұсынуға қайтарады. Егер ол бойұсынуға қайтару мүмкіндігін бермесе, ешкім бойұсынуға қайтамайды. Мәселені көріңіз қандай да? Тәуба фатаба алейхи. Кешірді. Қараңыздар. Уахада. Мына сөзге қараңыздар, қандай керемет. Және жолға салды дейді. Көрдіңіз бе? Ағашты жеп қойғаннан кейін адасты деді. Сосын Алла Тағала оны жолға салды деді да. Міне сол секілді. Бұл не үшін айтылып жатыр? Адам бізде жаңағыдай мысалы қателіктер жасап қойған кезде, қателік жасалған кезде Алла Тағалаға ораласың. Алла Тағалаға оралсаң, Алла Тағала тәубаның киімін кигізеді. Есіңізде болсын. Қандай да бір қателіктен кейін бірден тәуба Алла Тағалаға оралу керек. Оралған кезінде Алла Тағаланың сіздің үстіңізге келетін тәубасы, қараңыз қандай мәселе. Өзіңізге ұғынышты болу үшін айтып жатырмын да, жеңілдетіп. Мына тәуба киімі киілгендей үстіңе, түсіндіңіз ба? Анау киілген кезде көз кетеді жаспен, жүрек кетеді. Түсіндіңіз ба? Қасыңызға келіп жылап отқан кезіңізде біреу балаңыз келіп жаңа бір шай төгіп алса да, балаңызды құшақтай бересіз ана жерде. Түсіндіңіз ба? Әшейінде сіз мынау не дейтінсіз оған? Сынған жүрек Алла Тағала алдында. Көрдіңіз ба? Бұдан артық нәрсе жоқ жердің бетінде. Құрметті жамағат. Мұсылман тәубаның иісінен, тәубаның көрінісінен артық көрініс жоқ жердің бетінде. Бұл Алла Тағалаға ең сүйікті көрініс жердің бетіндегі. Түсіндіңіз ба? Осы көрініс біздің өмірімізде күнделікті орын алмаса, біз адасып кете береміз. Өзіміз тура жолда жүрген болып жүреміз. Түсіндіңіз ба? Неге біз бір-бірімізбен ұрысып қаламыз кейде? Тәуба жоқ бізде. Көрдіңіз ба қандай мәселе? Ұрысып жатамыз бір-бірімізбен. Күнә жоқ сенде. Не ол саған сол батылды беріп тұрған? Сен тәубаң дұрыс емес. Тәубаң дұрыс болса, сен қайтып ұрысасың біреумен, айтшы. Қайтып ұрысасың сен. Сенде ұрысуға күш болмау керек қой. Ұят деген жанып тұрады. Алла Тағала ұятты қайтарады бойыңа. Көрдіңіз ба қандай мәселе тәубаның кезінде? Ұялғаннан Алла Тағаланың алдында күнәңді мойындап жылайсың. Міне қандай мәселе да.